Құрметті Атырау қаласының тұрғындары мен қонақтары, қазіргі уақытқа дейін Атырау қаласының аумағында жол-көлік оқиғалары өте көп орын алып жатырғандығын сіздердің назарларыңызға жеткіземін. Себебі жол-көлік оқиғаларының арты кісі өліміне, адам денсаулығына ауыр зиян әкеліп жататыны себеп болады. Жол-көлік оқиғаларының басым бөлігінің себептері алкогольдік ішімдікке масаң күйде, есірткілік, уытқұмарлық күйде, шаршап, ұйқысы қанбаған күйде, ұялы телефонға алаңдау кезінде, жылдамдық асырып көлік басқару кезінде, қыс мезгілінде жазғы дөңгелектерін қысқы дөңгелекке ауыстырмай, метеорологиялық жағдайды ескермеуінен, басып озу кезінде қарама-қарсы жолға шығып кету, ақауы бар көлікті басқару, арақашықтық сақтамау, адамдарды тасымалдау ережесін бұзу, жаяу жүргіншілерге арналмаған тыс жерден өтуінен және жол жүріс ережесін білмеу салдарынан орын алып жатады. Көбінесе жол-көлік оқиғасына кінәлі тұлғалардың психологиялық жай-күйі әсер етеді. Сондықтан басқару жүйесін тізгіндер кезінде айналамызға, жол жүрісіне қатысушыларға, өзге де тұлғалардың өміріне жауап беретінімізді ескеріп, біреудің тағдыры өз қолымызда екенін ұмытпауымыз керек.